Келесі тақырыбымыз косинустан кейінгі тангенске қатысты есептерді шығарамыз. Бірінші есеп. Тангенс x үлкен түбірасты 3 бөлінген 3. Енді синусқа байланысты, косинусқа байланысты есеп шығарар кезде синустар кесіндісі -1 мен 1-дің арасындағы y осіндегі, косинусқа байланысты есеп шығарған кезде косинустар кесіндісі -1 мен 1-дің арасындағы x осіндегі көмектескен болатын. Ал тангенске байланысты тангенстер оси деген ұғым бар. Біз соны қарастыралық. Бірлік шеңбер, тік бөлестер, көлденең бөлестер. X, Y. Мына осьті, бұл осьтің атауы x тең 1, немесе тангенстер осі. Тангенстер осі. 1, 2, 0, -1, -2. Синустар кесіндісіне байқап тұрсаңыздар параллель, тек оңға қарай жылжыған және бір ерекшелігі шектелмеген. Және де бір ескеретін жағдай, есеп -90 градус пен 90 градустың арасында ғана шешіледі. Тангенстің мәні -90 градуста және 90 градуста болмайтындығында сіздер жақсы білесіздер деп ойлаймын. Енді дәлдік үшін бұрыштарды салып көруімізге болады. Бірінші бұрышымыз 0 градус. 0 градус кезінде 0-ге тең. Келесі бұрышымыз 30 градустық бұрышты салып көрейік. Тангенс 30 градус кезде 0,5-тен сәл жоғары жатыр. Бұл да шамаға келеді. 45 градустық бұрышты салайық. Тангенс 45 градуста 1-ге тең. 60 градустық бұрышты салайық. Тангенс 60 градуста түбірастында 3-ге тең. Бұл да шамаға келіп тұр. Дәл осылайша -30 градуста салайық. Түбірас 3 бөлінген 3-тің мәні шамаға келеді. -45 градуста салайық. -1-ге лайық келіп тұр. -60 градусты салайық. -түбірасты 3-тің мәніне сәйкес келеді. Енді 90 градусты салайық. Тангенстер 90 градустық бұрышпенен тангенстер осы қиылыспайды, параллель жатыр. -90 градусты салайық. Тангенстер осымен қиылыспайды. Олай болса -90 градуста және 90 градуста тангенстің мәні болмайды. Есеп бізді шығарып қаралық. Бірлік шеңбер сызамыз. Тік бөлеміз, көлденең бөлеміз. Тангенстер осыны белгілейміз. 1, 2, 0, -1, -2. Қара түсті қаламсапты қоямыз. Қызыл түсті қаламсапты қолымызға аламыз. Түбірасты 3 бөлінген 3 деген санды анықталық. Бұл түбірастында 3 бөлінген 3, 1,7-ні 3-ке бөлгенде шамамен 0,6. 0,5-тен сәл жоғары жатады. Тангенстер осыны штрихтайық. Үлкен деген белгі болса, жоғары қарай штрихтаймыз. Қызыл түсті қаламсапты қоямыз. Көк түсті қолымызға алайық. Координаталар басымен қосалық. Қиылысып атқан жерге. Тангенс түбірас бөлінген 3 болатын 30 градустағы мәні. Жауап 30 градустан 90 градусқа шейін. Себебі есепті біз -90 мен 90-ның арасында шешеміз дедік. Яғни бұл есептің жауабы 30 градустан 90 градусқа дейін. Және де формальды түрде 180 градус көбейтілген n деген мән тіркеледі. Әзірге біз ол тақырыпты жазбай-ақ қоялық. Екінші есебіміз
тангенс x үлкен немесе тең минус 1. Бірлік шеңбер сызамыз. Тік бөлеміз, көлденең бөлеміз. Тангенстер осыны сызамыз. 0, 1, 2, минус 1, минус 2. Қара түсті қаламсаптық қоямыз. Қызыл түсті қаламсаптық қолымызға аламыз. Минус 1 нүктесін белгілейміз. Минус 1-ден жоғары қарай тангенстер осыны штрихтаймыз. Себебі теңсіздігіміз үлкен немесе тең дейді. Қызыл түсті қаламсаптық қоямыз. Көк түсті қаламсаптық қолымызға аламыз. Координаталар басымен қосамыз. Бұл минус 1-ге тең болатын минус 45 градустағы мән. Минус 45 градустан бастап сағат тіліне қарсы бағытта, яғни оң бағытта қозғаламыз. 90 градусқа шейін ең шектелетін нүктеміз. Жауабымыз минус 45 градустан 90 градусқа дейін. 90 градус жай жақша болады, минус 45 градус тік жақша болады. Себебі теңсіздігіміз қатаң емес жағдай. Келесі мысалымыз. Тангенс x кіші түбір астында 3. Бірлік шеңбер сызамыз. Тік бөлеміз, көлденең бөлеміз. X, Y. Тангенстер кесіндісінде осындайындаймыз. 1, 2, 0, минус 1, минус 2. Қара түсті қаламсапты қоямыз. Қызыл түсті қаламсапты қолымызға аламыз. Түбір астында 3, 1,7 шамамен. Тангенстер кесін осынен белгілейміз. Теңсіздік таңбасы кіші болғаннан кейін төмен қарай штрихтаймыз. Қызыл түсті қоямыз. Көк түсті қаламсапты қолымызға аламыз. Координаталар басымен қосамыз. Түбір асты 3 деген мәнге. Бұл тангенстің 60 градустағы мәніне сәйкес келеді. Бірлік шеңбердің минус 90 мен 90-дағы аралығын қарастыратын болсақ, штрихталған бөлікке сәйкес ол минус 90 градустан 60 градусқа дейін. Енді біздер дәлдік үшін, жалпы жағдайлар үшін периодты тіркегенде бұл есептің жауабы қалай болып көрінеді, оны да жазып қоялық. Минус 90 градус қосылған 180 градус көбейтілген n, 60 градус қосылған 180 градус көбейтілген n. Бұл градуспен алғанда. Радианмен де жазу мүмкін. Минус пи бөлінген 2 қосылған pn, пи бөлінген 3 қосылған pn. Манағы есептерді қарастыралық. Минус 45 градусты минус пи бөлінген 4 қосылған pn, пи бөлінген 2 қосылған pn. Немесе градуспен жазсақ, дәл осындай минус 45 градус қосылған 180 градус көбейтілген n, 90 градус қосылған 180 градус көбейтілген n. Мұнда да жағдай осындай. 30 градус қосылған 180 градус көбейтілген n, 90 градус қосылған 180 градус көбейтілген n. Радианмен жазсақ, пи бөлінген 6 қосылған pn, пи бөлінген 2 қосылған pn. Міне, құрметті оқырман, біздер тангенске байланысты да есептердің типтік мысалдарын қарастырдық. Енді мынадай есептерді өз бетіңізбен шығаруға ұсынамыз. Біріншіден, тангенс x үлкен a. Екіншіден, тангенс x үлкен немесе тең a. Үшіншіден, тангенс x кіші a. Төртіншіден, тангенс x кіші немесе тең a. A санының мәні тангенс үшін
0, түбір асты 3 бөлінген 3, 1, түбір асты 3. Және де плюс минус мәндері бар. Барлығы 7 мән. 4 көбейтілген 7 тең болады 28 есеп.